сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздер білмейтін бананның тың ақпараттарымен айтып бөлісетін боламын. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келеге дейін тартады. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жаралған сарбаздар банан қабығын басып жара тыртықтарын емдеген. Ескіде Италия әнші әртістері тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелінген. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзіріне 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар бананды шаршағанда немесе ашуланғанда, емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қара дақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырлауы қажет. Сау болыңыздар.